Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен араға апта салып өздеріңізбен тағы да бір мәрте жүздескенімізге қуаныштымыз. Эфирде иман нұра діни танымдық хабары. Бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы бауырмалдылық мәселесіне арналып отыр. Бүгін біз осы бір тақырып аясында кеңінен сұхбат өрбітетін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы қаламыздағы Сұлтан Бейбарыс мешітінің имамы Қағазқали Бержан Қуанышұлы. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір, керемет. Бәрекелді. Осы орайда енді бүгін біз бауырмалдылық тақырыбын арнап отырмыз. Енді жалпы асыл дінімізде бауырмалдылық, адамгершілік мәселелері қандай мәнге ие? Алдымен осыған тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллахума алхимни рушди ва а'идни мин шарри нафси. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри. Ең бірінші, мұсылман деген адам ол дейтін тілімен де, дене мүшесімен де, қолымен де ешкімге зиян бермейді деген мағына. Яғни мұсылманшылық, мұсылманмын деген адам ешкімге зиян тигізбеу арқылы дәл өзі сияқты мұсылман бауырын өзіне бауыр ете алады. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Мекке қаласынан Медина қаласына хижрат дейміз ғой. Сол алғашқы көш орын алған жылдан бастап бұның мәнісін іспен түсіндірді, сөзімен айтып, ісмен түсіндірді. Яғни Медина қаласына келген кезде ол жақта да мұсылмандар бар. Сол мұсылмандар ансарилер деп аталады. Ал Мекке қаласындағы көшіп келген мұхажирлер, яғни көшіп келуші. Солардың арасында кереметтей бір бауырмашылдықтың үлгісін көрсетті. Мәселен, Меккеден келген мұхажирлер мен мединалық мұсылмандар, ансарларды бір-біріне бауырластыру арқылы олардың дүние мүліктерінде бір-біріне бөлісуге үндеді. Яғни пайғамбарымызға еш қайсысы да қарсы келмей, пайғамбарымыздың толық мойынсұна отырып, осы мұсылманға бауыр деген пайғамбарымыздың тастаған ұранын істермен дәлелдеді. Мәселен, екі қабатты үйі бар сол кездегі мединалық ансар болатын болса, күтіп алушы. Ансар сөзінің мағынасын түсіндіріп өтейін. Ансар дейтін көмектесуші, көбірек жәрдемдесуші дейтін мағынаны береді. Яғни Мекке қаласынан Медина қаласына көшіп келген мұсылмандарға жәрдем беруші сахабаларды ансарлар деді, көмектесушілер. Жергілікті тұрғындар болып табылады ма? Жергілікті тұрғындардың ішіндегі пайғамбарымызға ерген мұсылмандар. Ал мыналар Мекке қаласына келгендер, олар мұхажирлер, яғни көшіп орынның тұрғылықты орындарын ауыстырушы деген мағына. Сол ансарлар жәрдем берген кезде мединалық кәдімгідей құшақтарын айқара ашып, менің екі қабатты үйім бар. Бір қабаты сіздікі болсын, бір қабаты менікі болсын деп. Менің құрма бақшам болса, жартысы сіздікі, жартысы менікі. Менің түйелерім бар, жартысы сіздікі, жартысы менікі деген сияқты. Үлкен сондай бауырмашылдықтың сипатын, сондай бір үлгісін көрсетті. Міне асыл дініміздегі мұсылманшылық осындай болуы керек негізінен. Жалпы Құран кәрімде де Аллах тағала біздерге осы мұсылманшылықты бір-біріне мұсылмандар бауыр ғой деп ескерткен жерлері бар. Жалпы енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, енді осы бауырмашылықтың үлкен үлгісін көрсеткен осы кездегі жаңа Алла елшінің соңынан ерген мұсылмандар, сахабалар деп айтып жатырсыз. Енді ең үлкен сатысында бұл Алла елшінің өзі тұратыны ақиқат. Жалпы осы Алла елшінің өмірінде, өмір деректерінде жалпы бұл мәселеде қандай мысалдар келтіріледі? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінен көмек сұрап келген адамның қолын қайтармайтын еді дейді. Тіпті өзінде болмаса да біреуден қарызға алып беріп жіберетін дейді. Өте жомарт болатын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үнемі мүмин өзінің сахабаларына ескертіп отыратын. Дүнияның адалымен, арамын, жақсылығын, барлығын ескертіп отыратын. Жалпы дос деп пайғамбарымыз кімді тұтқан?
дос деп өзінің жаратушы Раббысын Алла тағаланы тұтқан. Енді пайғамбарымыздың өмірінен жаңағы Меккеден Медина қаласына көшкен сахабалардың өмірін сізге айтып отырмын. Біздің қазақ бабамыз да осы дәстүрді керемет ұстанған. Мәселен, осыдан 100 жыл уақыт бұрын көрші мемлекеттерден, мынау шешен халқыларын айтады көбісі, біздің елге көбірек көшірген, оларға нусратты, жәрдемді көп жасаған біздің қазақ халқы. Осы күнге дейін ол кісілер, ол ұлттар ұмытпайды. Қазақ халқы өздерінің мал дүниесімен, жеген тамағымен және үйлерімен де бөліскен. Осы шешен ұлтына. Ол ұлттың жаңағы бауырларымыздың өздері де куә, біздің бабаларымыз да осыны айтып өткен бізге. Осы мәселеге тоқталып, қазіргі өмірімізден бір мысал келтіріп отайын. Мен мысалға осы күні кеше бір жиында болғанында бір досым айтып берді маған. Москвада жүредік дейді. Москвада жүредік. Ана жерден бір денелі бір кісі келе жатыр. Жақын қалған кезде көрдік дейді оны. Шешен ұлтының азаматы екен. Сөйтіп, ассаламағалейкум амандасты. Уағалейкум ассалам. Қазақсыздар ма? Қазақ. Мен соны біліп, танып, сіздердің тұрыстарыңыздан, жүздеріңізден танып келе жатыр едім. Менің әкем өсиет қылды. Қай жерде қазақ халқын көріп жүрсең, соған қонағасыңды, сый құрметіңді аяма. Ол сенің мұсылман бауырың. Кезінде біздер хижрет еткенде ансарай болып қазақ елінен күтіп алған бізді деп. Сөйтіп, мен өзімнің жолдас жігітімді күтіп тұр едім дейді. Сол Мәскеу қаласында жалынып, маған өтініш жасап қоймайды дейді. Мынау менің мейрамханам еді. Осыдан кіріп, ауыз тиіп шықсаңыз, жақсы болар еді деп. Мен рұқсат сұрап едім, тіптен болмағасын айтты дейді. Тым болмаса, менің адресімді жазып алыңызшы, маған үйіме келіп бір күн қонып кетіңізші деп айтты дейді. Мен өте қатты риза болдым. Бабаларымыз біздерге осындай пайғамбарымыздың сүннетін дәлелдеп, және 1000 жыл өтіп кетсе де 100 жыл бұрын қайталаған, және оны ұрпақтары қайталап жатыр. Бұлай қарағанда Мәскеу енді үлкен қала ғой. Үлкен қалада осындай пайғамбардың үмбеттері, оның ішінде осындай сүннет амалдары іске асып жатқан кезде мен көзіме жас келді деп, солай әңгімесін тамамда. Бәрекелді. Өте жақсы. Енді ол да бір адамның осы уақытқа дейін бабаларымыздың өсиетін ұмытпай, өздерінің бабаларын қалдырған мұрасын ұмытпай келе жатқан бір адамгершіліктің сипаты болды. Сыйға сый дейді ғой, қазақ халқында дейді, сыйға сый көрсету, бұл мұсылманшылықтың, адамшылықтың белгісі дейді. Жалпы енді осы бауырмашылдық туралы сөз қозғаған кезде мынау достық деген ұғым бар ғой, жалпы дүниелік дос, діндес жолдас деп айтып жатады. Жалпы бұл турасында не айтар едіңіз? Жалпы бұның осылай бір-біріне бөліп қарау қаншалықты орынды, немесе орынсыз? Енді ең біріншінде мұсылман адам бірін-бірімен дос болу үшін, Алла разылығы үшін дос болу керек. Алла біздің ісімізге разы болсын деп. Және кейін екі жаққа бөлініп кеткен кезде де Алла разылығы үшін болу керек. Өйткені қазіргі уақытта да біздің көзіміз көп жетіп жатыр, адамдар бір-бірінің мал дүниесі үшін дос болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кетеді, дос өзінің досының дінінде дейді. Мына нәрсені ажыратып алуымыз керек. Адам баласы дос болған кезде тек Алланың разылығын, ақшаны көздемей, ешбір дүнияуи қызметтерді бір шешіп алу үшін, оңай шешілу үшін дос болмау керек. Адамдардың бәрін бірдей көріп, бірдеймен араласып дос болу керек. Өйткені мешітте қызмет жасағаннан кейін көп нәрсеге көзіміз жетеді, көп адамдар келіп жатады. Кезінде менде осындай нәрсе болғанда осындай досым бар еді. Қазірде мынандай жағдай болғасын, қазір достарым саны осындай деген сияқты. Тіпті біреулер телефонын қоңырауын көтермей жатады дейді. Бір кездері Қожа Насырдың бір мысалын айтып берейін. Қожа Насыр дейтін өзі бір адамдарға көмектескен шынайы Насруддин дейтін адам болған ғой. Діннің жаны ашыры дейді. Сол кісіге бір қазилық қызмет атқарған екен. Қази деген судья деген. Қазилық қызмет атқарған кезде бір кісі келіп сұрақ қойған екен. Қожеке, сіздің қазіргі уақытта қанша досыңыз бар деп. Сол кезде Қожа Насыр ойланбастан айтыпты, қазылық
қазилық қызметтен кеткеннен кейін сұрамасаң, дәл қазіргі уақытта менің достарымның есеп жоқ деп айтқан екен. Сол сияқты кімнің кім екенін, өзіңнің дәрежең қай дәрежеге көтерілгенде де, қай дәрежеде болғанда да басыңа іс түскенде білесің. Сондықтан да дос негізгі адамдарға иек артқаннан гөрі Құран мен хадиске, яғни Алла мен пайғамбарға иек артқан жақсы. Қашан сіз қиналасыз? Сіз қиналған кезде ең жақсы медет сөздерді іздейсіз. Оның барлығы Құранда. Құранды ашып оқысаңыз, жаныңыз емделеді. Пайғамбарымыздың хадисін оқысаңыз, сіздің жаныңызды жұбатады. Қазіргі тілмен айтқанда, адамға бір сондай қиналған жағдайға түсіп кеткен кезде сізге бір демеу беретін, бір рух беретін, тыныштық беретін адамды іздейсіз. Құран кәрімді оқысаңыз, тыңдасаңыз, ұлы дос, Раббың сізге ескертіп жатыр. Ол жерде керемет рухың демалып қалады. Пайғамбарымыздың хадисін оқысаңыз, сізге керемет досыңыз айтпаған өсиетті айтады. Сондықтан осы екі ұлы достан асқан дос болмайды. Бәрекелді, өте жақсы. Жалпы енді осы шариғатымыздағы саңлақ сахабалардың өміріне қарап отырсақ та, қандай қиын қыстау кезеңдерде де, жаңағыдай елін қорғау, дінін қорғау жолында соғыс кезеңдерінде де бір-біріне жәрдем берген көріністерін естіп жатамыз, көріп жатамыз. Жалпы бұл да бір достықтың, бауырмашылықтың ең үлкен шыңының үлгісі деп айтуға болады ғой, сахабалар. Мысалға, мен сізге бір оқиғаны айтып берейін. Дінде икрамул муслимин дейтін бар. Икрам муслимин. Мұсылман бауырыңа құрмет деген мағынаны білдіреді. Осы бір сәт болады. Икрима деген бір сахаба болады. Пайғамбарымыздың көзін көрген, хадис жеткізген үлкен сахаба. Бір соғысқа қатысады. Соғыстың атын ұмытып қалып отырмын. Сол соғысқа қатысқан кезде араб жазирасы. Ол жақтың ыстылығы бөлек болады. Енді соғысып жүрген адамға ең бірінші не керек болады? Жақсы салқын су керек болады. Соғыс бітеді, мұсылмандардың еншісіне жеңіс беріледі. Кейін жаралыларды таңып, қайтыс болған сахабалардың мәйіттерін жинап, жараларды таңып, жаңағындай әлсіздерге ауыздарына су тигізу рәсімі дейтін болады. Аман қалу үшін. Сол кезде тірі қалған сахабаларға, мына жақтағы жаңағы көмекке келген сахабалар, жатқан жаралы, біреуіне садақтың оғы тиеді, біреуге найза тиеді деген сияқты қансырап жатқан. Анау ыстық дала өте шөл қысады. Оның үстіне қанша килограмм сіз қылыш ұстайсыз, ол жерде үстіңізде сауыт болады. Өте адамның шөлін келтіреді. Ол оңай нәрсе емес. Аңырсып жатқан сахабаларға келеді. Қараса, Икрима бин Аби Джахил деген сахаба аңырсып жатады. Су деп. Барлық әл дәрмені құрып біткен. Көмекшілер келіп, Икриманың аузына су тигізейін деп жатқан кезде, мына жақтан бір дыбыс шығады, су деген. Сол кезде өзі сондай араб жазирасында құмның үстінде жатып, қатты шөл қысып жатса да, ана бауырымызға барыңызшы, сол менен қаттырақ шөлдеп жатқан сияқты дейді. Сосын қасындағы көмек келген адамды сахабаға жібереді. Оның қасына барса, енді су берейін деп жатқан кезде, ар жағынан тағы бір ыңырсыған дыбыс шығады, ол да мына жақтағы бауырымызға беріңізші, сол қаттырақ, менен қатты мұқтажырақ сияқты дейді. Сөйтіп, әлгі адамға жетем дегенше, әлгі адам жан тапсырады. Енді бұрылып, лезде мына адамға келсе, сахабаға, бұл да жан тапсырған. Енді Икрима ибн Аби Джахилге радиаллаху анхуға келіп, аузына су тигізейін деп, тез шапшаң қимылдап келсе, ол да жан тапсырған дейді. Қараңыз, шөл қысу ол оңай емес. Пайғамбарымыздың сүннеті әр жұтым суды бөліп отырып құбылаға қарап ішу. Ал ойлаңызшы, біздің қазіргі күнімізде қатты шөл қысқан уақытта сол сүннетті сақтай аламыз ба? Жоқ. Біздер 1 литр суды бірденмен жұтуымыз мүмкін. Ал әлгі сахабалар мұсылманның бауыры бір-біріне құрмет бірінші тұрады деген ұранды ұстап, шөлден өліп бара жатса да, бір-біріне құрметтерін көрсетіп, құрмет көрсету үстінде жан тапсырды. Қандай керемет жан тапсыру былай қарағанда, мінекей, бұдан артық ешқандай мысал берудің орны жоқ деп ойлаймын. Бәрекелді, өте жақсы. Енді Алла елшісінде өзінің бір хадистерінде, жалпы кім бір-бірін жақсы көрсе, сол жәннатта да бірге болады деген
мысалдар келтіріледі хадистерінде. Жалпы енді осы достықтың, бір-біріне адал болудың, шынайы құрмет көрсетудің, бір-біріне жақсы көрудің үлгісін көрсеткен жандардың дәрежесі қандай болады жалпы? Бұл дүниеде де, екі дүниеде де қандай сауаптан? Бұл дүниеде Алла Тағала ол кісінің абыройын көтеріп қояды. Яғни ұятты бірінші қойып, ар намысты ту қылып ұстаған адам ұят болады деп өскен қазақтың баласымыз ғой бәрімізде. Осы нәрсені бір-бірімізге құрмет көрсетіп, бір-бірімізді сыйлайтын болсақ, Алла бізді сыйлайды. Ол Алланың уәдесі. Және бұның сауабын Аллах Тағала қияметте береді. Қияметте мұсылмандардың дәрежесін Аллах Тағала көтеруші. Өте жақсы. Керемет. Осы орайда көрермендерге айта кетейін, қадірменді телекөрермен, бүгін біз бауырмашылдықтың үлгісін қалай көрсету керек, жалпы осы бауырмашылдық сипаты тақырыбында сұхбат барысында кеңінен әңгімелеудеміз. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы қаламыздағы Сұлтан Бейбарыс мешітінің имамы Ержан Қуанышұлы. Ержан мырза, жалпы енді жаңа жоғарыда да айтып өттіңіз, осы достыққа, адал достыққа қатысты біздің бабаларымызда да көптеген өсиетнамалары бар. Соның бірі Абай атамыздың өзі адамзаттың бәрін сүй бауырым деп қалдырады. Жалпы осы бір өсиеттің ізгілікке суарылған, осы бір өсиеттің мәні, мағынасы неде деп ойлайсыз? Енді жақсы көру керек қой адамдарды. Адамдарды мұсылман демей, дінсіз демей жақсы көру керек. Оны өйткені Алла жақсы көріп жаратты. Жақсы көріп жаратты. Оның ішінде мұсылмандар бір-біріне мейір махаббат. Мұсылман жер бетінде мейірімділікті жаю үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келген кезде мен жер бетіне мейірімділікті жаю үшін келдім деді. Алла мені сол үшін жіберді деді. Пайғамбарымыздың келген уақыты қандай уақыт еді? Мейірімділіктің тамшысы қалмаған уақыт еді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмір есігін ашты деген кезде Рабиул аувал айы 571 жыл таң бозарып келе жатқанда пайғамбарымыз өмірге шыр етіп түскен кезде бүкіл жер бетіндегі аң құсқа дейін, тірі жанға дейін барлығы қуанды дейді. Барлығы қуанды. Жер бетіндегі мына ауа райы сол күні өте ерекше болды дейді. Мінекей, мейірімділік осылай басталады. Және Алланың жаратқан құлдарын бір-біріне зиян тигізбеу керек. Өйткені Алла Тағала мен сендерді өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Яғни бізді бір-бірімізді жек көру үшін жаратпаған, бір-бірімізді Алла үшін жақсы көруіміз үшін жаратқан. Біздер үнемі соның ішінде мұсылман халқы бір-біріне дұға тілеу керек. Көп етіп дұға тілеу керек. Өйткені дұға мұсылманның қаруы дейді. Егер адам баласы өзіне тілеген жақсылықты мұсылман бауырына тілемейінше, ол мұсылман болып, толық мұсылман болып есептелмейді деген бар. Және де әрбір мұсылман өзінің мұсылман бауырына дұғада қолын жайып тілеп отқан кезде, оған періште жіберіледі дейді, бір періште. Осы тілеп отырған дүнияларың саған да болсын деп тілеп отырады. Сондықтан біздер өз мұсылман бауырларымызға бір басқа жақта шетелдегі мұсылман бауырларымыз үшін үнемі дұғада болуымыз керек. Таң намазында да, 5 уақыт намаздың баршасында біз одан кеміп қалмаймыз, керісінше үлкен жетістікке жетеміз. Яғни қандай да бір қиын сәтке ұшыраған кезде ол бауырында дұғасы қабыл болады. Кез келген уақытта міндетті түрде. Сол үшін де аталарымыз айтып өткен, өйткені адамзатты не үшін сүюіміз керек? Өйткені Алла сүйіп жаратқан оны. Біздің сүймеуге хақымыз жоқ. Біздер қараңызшы, күніге қанша қателік жасаймыз, бірақ аспандан тас шауып кетіп отырған жоқ қой. Біздер қаншама сабыр сақтай алмай қалатын уақыттарымыз болады, бірақ аспаннан найзағай ұрылып басымызға түсіп жатқан жоқ қой. Ал бізді Алла кешіріп, біздің тәубемізді Алла күтіп жатыр. Қашан тәубе жасайды деп. Ал біз қателескен бауырымызды жек көруге қандай хақымыз бар біздің? Өйткені Алла ғой оны жақсы көріп жаратып жатқан. Сондықтан да Алладан бұрын ешкімге үкім беруге хақымыз жоқ біздің. Түсінікті, өте жақсы, керемет. Енді жалпы шариғатымызда да қандай да бір мұсылман ренжіскен жағдайда бұлардың арасында көп уақыт өтпеу керек, яғни 3 күннен артық ренжіспеу керек деп айтып жатады. Жалпы бұл осының бір негіздерін түсіндіріп өтсеңіз, және қазіргі таңда осы татуластыру, яғни мұсылмандардың арасын жарастыру мәселесінде қандай
біздер ұстану керек. иә, түсінікті. Біздер мешітте қызмет еткеннен кейін бұндай жағдаймен аптасына бірнеше мәрте бетпе-бет кездесеміз десек, бұл жалған емес. Мұсылманның 3 күннен артық бір-біріне ренжімесін деген бұл пайғамбарымыздың сүннеті. 3 күннен артық кетеді, біреулер жылдап, 5 жылдап көрмей қалатындар бар. Бұл араны суытады. Ал кім ара қатынасты ағайын туысқанмен, бауырмен үзетін болса, онда ол жәннатқа кірмейді деген бар. Сондықтан өкпе наздың барлығын кешіріп, Алла разылығы үшін кешіру. Бір күні пайғамбарымыз сахабалармен мешітте отырған кезде, қазір жәннаттық бір адам кіріп келеді дейді. Сөйтсе, бір қарапайым бір сахаба кіріп келеді. Амалдарын қараса, қатты бір бай сахаба емес, зекетті де жаңағы бере алмайтын жағдайда. Сөйтіп артынан аңдып барып, осылай сені пайғамбар айтты ғой десе, мен күніге жатар алдында мені кім ренжітсе, бәрін Алла разылығы үшін кешіріп жатам деп айтқан екен. Сондықтан Алла кешіріп тұрған кезде нәпсіні ұстау керек жалпы. Нәпсі кешірме дейді. Нәпсі тіке қарай жүре бер дейді. Нәпсі біздің адам ойына сыймаған неше түрлі жамандыққа бұйырады. Бірақ ислам ол емес. Ислам өзін тәрбиелеген, ерекше өзін тәрбиелеген нәпсі сен жәннатқа кір деп айтады қиямет күні. Ол қандай нәпсі? Ол сол өзін тәрбиелеген нәпсі. Өзінің айтқанымен жүрмейтін, Раббысын не бұйырды, сол бұйрықпен жүреді. Яғни нәпсінің де түрлері бар. Нәпсінің түрі, сол бәрімізге бір нәпсі негізі беріледі. Бірақ соны тәрбиелеу әркімнің өз қолында. Өте жақсы. Енді жалпы араларын, әрбір мұсылман баласын арасын арттыратын, арасында сыйластықты арттыру мәселесінде де көптеген шариғатымызда да белгілі бір амалдар бар. Мысалы, сыйлық сыйлау, бір-біріне деген құрметті арттыратын деп айтып жатады. Жалпы басқа да қандай амалдар бар? Осы бір-біріне деген құрмет, сыйластықты арттыру мақсатында жасалады. Осы сыйлық мәселесі жиі-жиі дастархан басында бас қосу. Одан кейін бір-біріне көңіліне қарап сөйлеу. Мына сөз дейтін, тіл дейтін нәрсеге көбірек адам баласы ие болмайтын болса, бұл қағбаны қиратқанмен бірдей деп айтылған. Ғұламаларымыз айтады, қағбаны қайтадан дұрыстауға болады, бірақ мұсылман бауырының қираған көңілін қайтадан орнына келтіру өте қиын дейді. Сондықтан да жалпы әркім қазіргі уақытта да жалпы мынау Инстаграм дейтін әлеуметтік желілерде, Фейсбук, бұл жерде де көп адамдар енді Алла сақтасын, неше түрлі ойға бармайтын сөздерді біреудің амалын, тағдырын білмей тұрып, шешім шығарып, неше түрлі пікір қалдырып, сондай әрекетке көп барады. Бұның барлығы бізді түбі жақсылыққа апармайды. Яғни экранның сыртында отырсаң да дұрыс әрбір айтатын сөзге мән беру керек дейсіз. Ол былай сөйлегенде де, жүзбе-жүз кездескенде де. Мейлі сіз экранның артында отырсаңыз да, сіз дұрыс нәрсе жазыңыз, үндемеңіз. Екі нәрсе. Пайғамбарымыз 3 нәрсе көрсетпеген, 2 нәрсе көрсетіп кеткен. Кім деген ақыретке сенсе, ол жақсы сөйлесін дейді. Егер жақсы сөйлеуге шамасы жетпесе, онда үндемесін дейді. Осы 2 жетістікті ұстаған адам үлкен жетістікке жетеді. Пайғамбарымыз егер берекеттің бәрі ғайбатта деген болсашы, Құдай сақтасын. Онда қандай болар еді? Бәлкім адамдар жасамаған болар еді. Бұл да бір қиын нәрсе. Осы қазіргі уақытта мынау айтып жатырмыз, сіз біреудің бетінен айттыңыз, артынан айтыңыз, Инстаграмда, Фейсбукта, әлеуметтік желіде отырып біреуге пікір жазыңыз, оның барлығы ғайбат болып есептеледі. Жаман жазсаңыз. Білмей жазсаңыз, білмей жаман жазсаңыз, онда жала болып есептеледі. Сондықтан да әр амалымызға өте мұқият, өте сақ болуымыз керек. Өте жақсы, керемет. Қадірмен телекөрермен, бүгін біз бауырмашылдық сипаттары тақырыбында әңгіме өріп өтудеміз. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Сұлтан Бейбарыс мешітінің имамы Ержан Қуанышұлы екен. Тағы да бір мәрте естеріңізге салып айта кеткіміз келіп отыр. Ержан Қуанышұлы, енді жалпы қазіргі таңда өздеріңіз осы
дін жолында қызмет етіп жатсыздар. Жалпы мешітке де көптеген сауалдармен көптеген адамдар келіп жатады. Жалпы енді осы тұрғыда осы бір бауырмашылдық сипатты арттыру үшін бір саналы, сауатты, білімді, бір салиқалы ұрпақ тәрбиелеу мақсатында жалпы осындай бір терең оймен келген адамдарға қандай кеңестер, қандай ақыл ой, уағыз насихат жұмыстарын жүргізесіздер? Ең бірінші біздер бабаларымыздың көрсетіп кеткен дініміз бойынша, ислам бойынша уағыздаймыз ғой. Өзінің тарихын біліп өсу керек, өзінің дәстүрін біліп өсу керек. Біздің тарихымыз бен дәстүріміз ол исламмен біте қайнасқан. Сондықтан да ең бастысы қазіргі уақытта кішкентай балаларды, ұрпақтарымызды шариғатпен, дін жолымен тәрбиелеуге тырысатын болсақ, иншалла қиямет қайымда пайғамбарымызбен бір ұялмай кездесуге болады. Өйткені ұрпақтар бұл не? Ұрпақтар ұрпақты жалғаушы және біздің өмірімізді жалғаушы. Ұрпағыңызды дұрыс жолға салып тәрбиелейтін болсаңыз, сіз үшін дұға қылады, сіз үшін Құран оқиды, жүрген жерінде жақсылықты жайып жүретін болады. Жалпы қазақи тәрбиеден басқа асатын ешқандай да бір нәрсе керек емес деп ойлаймын. Біздің өзіміздің дәстүріміз жеткілікті, дініміз онсыз да сайрап тұр, Құдайға шүкір. Осы екі нәрседен айырылмайтын болсақ, үлкен жетістікке жетеміз. Қазіргі күннен бастап балаларымызға сахабалар баянын мен өсиет етемін көп уағыздарымда. Сахабалар баянын тыңдаттырып өстіру керек. Пайғамбарлар тарихын, батырларымыздың тарихын өсіруіміз керек. Мына Сәдуақасов, Смағұл Сәдуақасов дейтін алаш қайраткері болған. Ол кісі өзінің жаңағы әкесі бір насихат айтып жатқан кезде әкесіне айтады: маған сахабалардың тарихын айтып өткіздіңіз, пайғамбарымыздың тарихын айтып өткіздіңіз, пайғамбарымызбен Хазіреті Әли күйеу баласы 4-ші халифа өмірін айтып өткіздіңіз. Бұның барлығы менің бойымда тұр. Енді мен осыны тыңдап өскен кезде менің бір қателікке ұрынуым екіталай деп осындай мағынада жауап қайтарады. Сондықтан бұл енді 100 жыл бұрын өмір сүрген біздің бабаларымыз, ғалымдар, оқымысты, бұлардың барлығы діннен алған, тәрбие алған, молданың тәрбиесін көрген. Енді қазіргі уақытта алашпыз деп, енді бір алаш дейтін бір кеңінен таралып кетті ғой. Қазіргі уақытта екінің бірі алаш дейді, анағанда алаш атауын қояды, мына нәрсеге де алаш атауын қояды. Біреулер айтады, алаш орда көсемдерінің өмір баяндарын Әлихан Бөкейхан былай болған, Міржақып Дулатов сөйткен деп. Негізінен алаш болу үшін ең бірінші медресе тәрбиесінен өту керек. Өйткені алаш ордалықтардың барлығы 3 жыл мен 8 жылдың арасында медресе оқыған имам хатиптар негізінен. Имам хатиптар. Сондықтан алаш болу үшін бірінші медресе табалдырығынан өту керек. Сол сияқты қазіргі уақытта шәкірттерді мешітте тәрбиелеп жатырмыз. 60-тан астам шәкіртіміз бар, оқытып жатқан. Оларды дәстүр бойынша уағыз айтып, бабаларымыздың жүрген жолын, сахабалардың қандай батыр болғандығын, ғылымға қазірден бастап ден қоюлығын айтып түсіндіріп жатырмыз. Мен өзім шәкірттерді тәрбиелегенде жаңағы қалай тәрбиеден басталады деп жатсыз ғой. Шәкірттерге мына нәрсені айтамын: мектеп бітірген соң немесе 9-шы сыныпты аяқтадыңыз ба, 3 жылдық медресені өтіп алыңыз. Қазір Қазақстан бойынша 9-10 медресе жұмыс жасап тұр. Осы медреселерден 3 жылдық білім алып алыңыз. Ары қарай сіз тіс дәрігері боласыз ба, тіптен сіз космонавт боласыз ба, немесе бір кәсіпкер боласыз ба, өзіңіздің еркіңізде. Алайда сіз өміріңізге азық болатын, ұлы тәрбие болатын, ертең балдарыңызды тәрбиелей алатын, қала берді, бер жағында үлкен жұмыс, қоғамды қалыптастырасыз. Осы медресе бітірген адамның жүрегінде бір қорқуы болады. Ол өзіне тиесілі емес мал дүниеге қол сұқпайды. Ол жеген тамағына дейін, адалына дейін қарап тексеріп отырады. Міне осыдан сапалы ұрпақтар қалыптасады. Осы нәрсені құлақтарына әрдайым айтып отырамыз. Бәрекелді. Яғни
қандай да бір істің тетігін құлағын ұстаса да ең алдымен медресе көріп алғашқы іргетасын қалау керек дейсіз. Өйткені алаш қайраткерлерінің барлығы медреседер, барлығы молда болатын ол. Бәрекелді, өте жақсы, өте керемет бастама екен. Енді Ержан мырза, жалпы мынау бір өзекті сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Қазір енді көк жәшік экранды ашып қарасақ та, әлемде болып жатқан әртүрлі оқиғалар, мұсылмандардың арасында болып жатқан оқиғалардың барлығын көріп, денең түршігеді. Жалпы осы бір мұсылмандардың арасында бауырмашылықтың жоқтығы, бір-біріне деген араз, өшпенділіктің тұтануының басты себебі неде деп ойлайсыз? Дінді дұрыс ұстанбағандықтан. Дінде біздер ықыласты бола алмай жатырмыз. Біз өз дінімізді сүйе алмай жатырмыз. Демек, біздің намаздарымызда қателік бар. Дәреттерімізде қателік бар. Нақышына келтіріп, ықыласпен толық орындау керек. Біреулердің жаңа дәреттен көп нәрсе басталады негізі. Абыл-ғұбыл дәрет алып отырады намазға. Жоқ, асықпай, шашыратпай, ұқыптылықпен, мәдениетпен алып намазға барсаңыз, сіздің намазыңыз да әдемі болады. Дінін жалпы исламға ғашық бола алмай жатқан шығармыз. Осы нәрседен туындайды. Өйткені пайғамбарымыздың кезінде сахабалар исламға, Аллаға ғашық болды, пайғамбарына ғашық болды. Біз пайғамбарымызды сүйе алмай жатқан шығармыз. Исламға ғашық болған адам ол ғылыммен айналысады. Ол құлшылығы екі бастан ғылыммен айналысады, бос уақыты болмайды. Ал ауызбіршілік, татулық дейтін нәрсе осының ішінде жатқан дүниелер барлығы. Ең басшысы Алланы сүю, пайғамбарын сүю. Осы нәрсені дұрыстап жасауымыз керек. Шынайы иманның көрінісі осы жерден басталады. Осы жерден басталады. Бәрекелді Ержан мырза, енді бүгінгі біздің сұхбатымызда осы бір бауырмашылдық тақырыбында өте жақсы ойлар айтылды, керемет мысалдар келтірілді. Енді біздің осы сұхбатымыздың соңында біздің көріп отқан көрермендерге қандай да бір тілегіңіз болса? Алла тағала баршамызға жақсылық нәсіп қылғай. Ауырып жатырған науқас адамдар болса, Алла тағалам шипасын берсін деп тілейміз. Қазақ халқына, әлем халқының алдына көтерілетін сондай үлкен ислам жұртын сүйсіндіретін сондай бір алдыңғы қатарлы рухани да жаңағындай технология жағынан да дамыған үлкен мемлекет болсын. Ол үшін қазірден бастап ұрпағымыздың бос уақытын қалдырмай, жақсылыққа қарай руханиятқа және ғылым білімге аса қатты мән беруіміз керек. Қазіргі уақыт бұл демалатын уақыт емес деп айтқым келеді. Әмин, өте керемет, айтқан тілектеріңіз орындалсын. Сізге де уақыт бөліп пікір білдіргендеріңізге, ой бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Алла тағала осы жасап жатқан игі істеріңізді берекелі қылсын, сауаптан жасын деп тілек білдіргіміз келеді. Олай болса, қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Бауырымыз бүтін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болайық.